Алекс Перейра октагондағы реферидің өрескел қателігінен жеңіліп қалды. Мынаны елестетіп көріңізші, сіз өміріңіздегі ең маңызды жекпе-жекке шығайын деп жатырсыз. Алдын ала рефериге барып, қарсыласым желкеден соққы жасауды жақсы көреді, соған мұқият болыңызшы деп ескерту жасайсыз. Рефери болса уайымдама, бәрін бақылап тұрамын дейді. Бірақ жекпе-жек барысында қарсыласын дәл сол қауіптенген желкеден соққылар жасайды. Сол үшін Алекс Перейра өзінің Сирил Ганға жеңуіне тек қарсыласы емес, Херб Диннің жұмысы әсер еткенін де қозғап жатыр. Ең қызығы бұл нәрсені ол жекпе-жек басталмай тұрып реферимен талқылаған болатын. Жекпе-жектен кейін Перейра үндеу жасап, мұндай жағдайлар спортшылар үндемей жүре берсе жалғаса беретінін айтып өтті. Бірақ бұл оқиғаның екінші жағы да бар. Херб Дин жауап ретінде арнайы видео түсіріп, желкенің қай жерінен соққы жасауға болмайтынын нақты көрсетті. Оның айтуынша тыйым салынған аймақ бастың ортасындағы кішкентай бөлігі ғана. Ал жанкүйерлердің көбі желкеге тиді деп ойлайтын соққылардың басым бөлігі ереже бойынша заңғы соққылар болып саналады. Енді басты сұрақ: егер Перейра алған соққылардың бәрі ереже аясында болса, онда Херб Диннің әрекеті дұрыс. Ал егер сол соққылардың бір бөлігі тыйым салынған аймаққа тиген болса, неге рефери жекпе-жекті тоқтатпады, неге ескерту бермеді? Өйткені мұндай деңгейдегі кездесулерде бір ғана соққы жекпе-жектің бүкіл тағдырын шешуі мүмкін. Меніңше бұл оқиға Херб Диннің жұмыстан кетуімен немесе қандай да бір жазамен аяқталуы мүмкін емес. Керісінше UFC мен атлетикалық комиссиялар мұндай даулы жағдайларды болдырмау үшін ережелерді нақтылап түсіндіріп, видео қайталауларды көбірек қолдануы мүмкін. Бірақ басты сұрақ әлі де ашық. Сіз қалай ойлайсыз? Перейра өз жеңілісіне сылтау іздеп жүр ме? Әлде рефери шынымен өрескел қателік жіберді ме? Ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіз.